Ақша жинау үшін негізі сенің қанша ақша табатының маңызды емес та. Ақша деген сенің қарым-қатынасыңды жөндеу керексің, Ақшаны миллиондап табуға болады, бірақ оны жинай алмайтын адамдар бар, Соған байланысты мен сіздерге 6 кеңес айта кеткім келіп отыр да. Вот ақшаға байланысты именно, Сіз мысалға қанша ақша таптыңыз, сол ақшаны жинауды үйрену керексіздер да. Мысалға, сенің тапқан ақшаңа қарағанда жұмсаған қаражатың көп болып кетеді кейде. Соны контрольде ұстау керек. Мысалға, адам өзінің жалақысы 150 мың, 200 мың болса, ол қосымша рассрочка ала береді, рет ала береді, жаңағы керек па, керек емес па, керекті ма қарамайды, заттар сатып ала береді да. Мына жақта кірісті есептемейді. Сол кезде сенің кіріп жатқан кірісіңнен шығысың көбейіп кетеді, шығының көбейіп кетеді. Вот осыны бақылауда ұстау керексің. Сенің шығының кірісіңнен көбейіп кетпеу керек та. Осыны ұстаңыздар. Кейін екіншісі, бірінші, өзіңнің тапқан жалақыңнан 10%-ын өзіңе жұмсау керексің да. Өзің қалаған нәрсеңді алып беру керексің, өзіңе жұмсау керексің. Өйткені ақшаны тауып жатқан сен ақша таппасаң, сен жұмыс істемесең, сенің денсаулығың болмаса, ол ақша келмесе де, сол үшін денсаулығыңа көңіл бөлесің, өзіңнің ішкі жай-күйіңе, көңіліңе, жалпы көңіл күйіңе, киіміңе, тамағыңа деген сияқты, соның 10%-ын, жоқ дегенде 10%-ын өзіңізге жұмсаңыз. Үшіншісі, сен ақшаны депозитке салып жинауды үйреніңіз, Депозитте тұрғанда қойш, ол не істеймін, одан да басқа нәрсе сатып алып қоя салайын, жоқ басқа нәрсе істейін деуге болмайды да. Депозитке, алынбайтын депозитке қойып, аз пайыз қосылса да, зато сіз ол ақшаны ала алмайсыз, және де ол ақша сізге аз болса да табысы кеп тұратын болады, Одан кейін төртінші, ақшаны тапқанда мысалы, көбірек таптым деп, көбірек расход жасауға болмайды. Ақшаны, мысалы, көбінесе орташа классқа өткен кезде, кедейліктің шегінен шығып, орташа деңгейге жетіп жатқан кезде барлығымыздың істейтін ошибкамыз сол. Менің де сондай кінәм болған, менің де сондай қателігім болған. Ақша көбірек таптым екен деп, көбірек нәрсе сатып алуға өзіме рұқсат етіп қойғанмын да. Менен тауып жатырмын ғой деген сияқты. Ол дұрыс емес. Сен жоғары деңгейге көтерілгенше, комфортно өмір сүруге, барлығын алаңдамай өмір сүруге жеткеніңше, ондай расходтардан бас тарта тұрғаның дұрыс, Бесінші, өзіңізді дамытыңыз, үнемі өзіңнің мышлениеңді өзгерті. Сенің мышлениең өзгерсе, сенің ақша табуың да өзгереді, сенің ой өрісің де өзгереді да. Ол үшін сен сондай курс сатып ала бер, без конца бар, біреуден оқы, үйрен деп айтпаймын. Кітап оқыңыз, подкаст тыңдаңыз, өзіңізді дамытумен айналысыңыз. Одан кейін кететін жағдай, алтыншысы, ол сенің білімің, навык, сен өзіңді үнемі дамытып отыр да. Вот дамытып отыр үнемі. Сол сен білімді болсаң, сен жолда қалмайсың, еш жерде қалмайсың. Қандай ситуация болса да сен өзіңді алып шығасың, Сол үшін өзіңе құйылған инвестиция, ол кітап сатып алсаң да, басқа сатып алсаң да, ол сен инвестицияң,